Қазақ халқы кең, эпикалық ойлайтын, табиғи тазалықты сақтаған поэтикалық импровизацияның жоғарғы мәдениетіне жеткен ұлт. Халық ауыз әдебиетінен бастау алатын эпостық шығармалар тарихи, көркем очерктік, романтикалық, поэзиялық, классикалық сипатта түрленіп дамыды. Әлбетте Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы қазақ әдебиетін әлемге танытты. Ал бүгінгі қоғамды суреттейтін, бүгінгі әдебиетті әлемге көтеретін үздік романдар бар ма? Роман деген өзі жүгі ауыр нәрсе. Ол эпоханың, бүкіл бір дәуірдің жүгін арқалайтын роман. Мәселен, тәуелсіздіктің бір дәуір ғой бұда. Басынан бастап аяғына дейін бір тұрақты кейіпкер болу керек. Ол кейіпкер кім? Біздің жазушылардың кейде роман жаза алмай жүрген себебі ақшаға да байланысты емес дедім ғой. Ол басты кейіпкер кім болады? Абай сияқты, Тынық дондағы Мелыхов сияқты кімдер болады? Толстойдың романдарында кейіпкерлер сияқты. Басты тұлға кім? Дәуірдің жүгін арқалайтын кім? Классикалық типтік образдың жоқтығы. Мұны осы типтік образдың іздену үстінде, бірақ типтік образды мынау деп таңдап ала алмайды, бар саусақпен басып. Осыдан да келіп біздің жазушыларымыз роман деген жанрға барудан жүрексінеді, жасқанады, керек болса қорқады. Соңғы жылдар шыққан Мұхтар Мағауин сіңісқан айтуға болады. 4 томдық шығармасы. Асқар Алтайдың романдары мысалы үшін шығып жатыр. Бексұлтан Нұржекеевтің бей дүниесін айтуға болады. Мысалы біз тек қана осы Қазақстанда тұратын қаламгерлерді ғана айтпай, шетелдегі жазушыларды айтуға болады. Мысалы үшін Жақсылық Сәметұлының Қаһарлы Алтайдың 4 томдық үлкен дүниесі бар. Мысалы үшін Қытайда қазақтың тарихын, олардың басынан өткен үлкен оқиғаларды суреттеген үлкен іргелі еңбек. Одан бөлек кейінгі, мысалы үшін тәуелсіздік заманда әдебиет келген Нұржан Қуантайұлының Қараөзегін айтуға болады. Дидар Амантайдың Қарқаралының басында деген романы бар. Кейінгі, мысалы үшін біздің бұның өзінде 2 роман берілуі. Мысалы Дархан Бейсенбектің Қыл тұсауын айтуға болады. Рысбек Тәбейдің үлкен резонанс тудырған романы бар. Қоңыз деген Жаңаөзен оқиғасына байланысты. Сондықтан жоқ деп былай айтқанда құрғақ шөппен ауыз сүртуге келмейді. Біздегі романистер жоғалып кеткен жоқ. Тәуелсіздік алғалы елімізде 100-ге жуық роман жарыққа шығыпты. Яғни жылына шамамен 3 романнан жазылған. Салыстырмалы түрде қарасақ, халқының саны 2 миллионнан сәл асатын Словенияда тәуелсіздік алған 30 жыл ішінде 2,5 мыңға жуық роман жазылған. Яғни жыл сайын 80-дей роман жазылады. Бұл нені білдіреді? Біздегі оқырманның құлықсыздығы ма, әлде әдебиетті қолдау төмен бе? Романға арқау боларлық тақырыптың жоқтығы ма? Қазір жазам десе, жазушыға тақырып өте көп. Жарайды, біздің Ұзақбай Доспанбетов ағамыздан бастап басқалар тарихи романдар жақсылап жазды ғой. Ал біз бергідегі Алаш арыстардың өмірінен әлде дұрыстап романдар туындаған жоқ. Одан бердегі Тың игеру кезіндегі әлде дұрыстап романдар туындаған жоқ. Одан бердегі жалпы қызыл идеологияның қазаққа әсері туралы роман өте аз, былай қарасаңыз. Сондықтан қазақ жазатын тақырыптар өте көп деп есептеймін. Ал оқымаймын десе, оны оқырманның өзі біледі. Кеңес заманындағы кітаптардың тиражы 300-400 мыңдай болыпты. Оларды шалғай ауылдағы кітапханаларға дейін таратып, оқырманға жеткізетін. Сонымен қатар насихаттау жұмысы белсенді жүргізілген. Ал жазушының қаламақысына бірнеше көлік немесе пәтер алуға болатын дейді жазушы драматург Смағұл Елубай. Соңғы 30 жылда бізде оқырман қалмады деуге болады. Қазіргі шығып жатқан романдардың тиражы 2000 данадан аспайтын жақсы білесіздер. Ауыл 2000 дана деген бір қаланың ішіне жетпейді шынына келгенде. Неке осындай қазақ әдебиетінің тауқыметі қазіргі жастар бәрі смартфонның ішіне түсіп кеткен. Енді оларды алып шығып, олардың қолына кітап ұстату оңай нәрсе емес екені айтылды. Бірақ соған қарап, енді кітаптан бәрібір бас тартуға болмайды. Өйткені кітапсыз зиялы қауым қалыптаспайды, шын туайтына келгенде. Интеллектуалдар қалыптаспайтыны анық, ғалымдар қалыптаспайтыны анық. Ендеше қалайда біздің қолымыздан кітап түспеу керек. Роман жазу неге азып кетті дегенге келетін болсақ, роман жазу белгілі бір уақытты
ұзақ уақытты, бір жыл бәлкім жарты жылдан бастап бір жылға шейінгі уақытты қамтиды. Сондықтан бұл жағдайда бір әлеуметтік жағдай, әлеуметтік статус көбірек рөл атқаратын сияқты. Өйткені жазушылардың бәрі журналистикада, редактор болып, басқа да бір қызметтерде жұмыс істейді. Сондықтан ол ұзақ уақыт бойы бір шығармамен айланысуға мүмкіндігі жоқ. Оның үстіне белгілі бір қалыптасқан жүйе жоқ, яғни романдарыңызды сатып алатын дайын тұрған баспалар жоқ. Сол себепті де роман жазуға деген адамдардың, авторлардың құлшынысы азайып кетті деп ойлаймын. Екіншіден, көптеген конкурстардың бәрі әңгімелерге, повестерге арналған. Кез келген конкурстардың бір 90% деп айтсақ Қазақстандағы. Ал енді романға арналған өзі мен білетін жалғыз конкурс бар, ол меценат KZ болу керек. Мәдениет министрлігімен бірігіп, жылына 20 грант, мысалы, сіз жаңа шығарма жазатын болсаңыз, өзіңіздің тақырыбыңызды алып келесіз, сол бойынша сізге грант беріледі, мемлекеттік грант. Ол, мысалы, 2 жылға берілуі мүмкін, 2 жылда сіз жаңа айтқан шығармаңызды көлеміне қарай, мазмұнына қарай, айтқан тақырыбыңыздың ашылуына қарай жазып шықсаңыз, сол грантты аласыз. Бұл енді үлкен шығармашылық топқа, әсіресе жастарға үлкен жасалып жатқан әкелік қамқорлық деп есептеймін. Мемлекет жазушыларды ынталандыруды қанша қарастырғанымен, біздегі баспалардың құлықсыздығы бәрінен басым екені рас. Оларға жаңадан жазылған қазақ романын шығарғаннан гөрі шетелдің танымал кітаптарын аударған әлде қайда тиімді. Еліміздегі ірі кітап дүкенінің сөрелері де қазақ әдебиетінен гөрі шетелдік кітаптарға толы. Бұл біздің ұрпақты қазақ әдебиеті емес, шетелдік туындылар тәрбиелеп жатыр деген сөз. Бұл нонсенс. Біздің тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл оңай уақыт емес, бірақ сол 30 жылдың кезеңді қамтып, сол оқиғаны 30 жылдық тәуелсіздігіміздегі тарихнама болып әдебиеттегі жазылатын көркем туындылар ауыз толтырып айтатындай деп айта алмаймын. 20 ғасырдың басындағы Алашорданың қайраткерлері, солардың өзі соншалықты қиын кезең бола тұра үлкен бай қолының кірі бар дейтін мықты азаматтарды жинап, солардан кәдімгі меценатты қолдау, кәдімгі малмен жинағаннан өзі. Сөйтіп жүріп романдар жазылған. Тәуелсіздік кезіндегі әдебиет туылу керек. Өз тарихының, өз кезеңінің, өз уақытының үні болу керек, тілі болу керек. Барлық әдеби конкурстар, оның ішінде меценат та бар, басқа да алтын тобылғы, алтын сақа, айтұмар, айбол сияқты бірнеше әдеби конкурстардың бәрі мынау әдебиетті насихаттау үшін және оқырмандардың санын көбейту үшін жұмыс істеп жатыр. Және егерде баспалар қазір жүйелі түрде жұмыс істеп, автордың брендін қалыптастыруға, автордың жаңағы халыққа кеңінен таныстыруға ақшаларын салып, маркетингін жасап, жарнамасын жасаса, ол болашақта баспа үшін де және өзіміздің отандық әдебиет үшін де, өзіміздің авторлар үшін де үлкен пайдасын тигізер деп ойлаймын. Меценаттың менің ойымша ең үлкен жаңағы басты міндетті мақсатының бірі әдебиетті халыққа кеңінен насихаттау. Яғни халық осы әдебиетке өзінің үлесін қосушы ретінде санау, яғни дауыс беру арқылы өзінің таңдаған, өзіне ұнаған роман жеңіске жетуін тілеу және соған жаңағы фанат болу, қолдау. Бұның ең үлкен ерекшелігі бұған жаңағы халық өзі дауыс береді. Меценат KZ әдеби байқауын ұйымдастыру идеясы 20 жыл бұрын туған екен. Уақытында қолдайтын қайырымды кәсіпкер табылмай, 2021 жылы ғана бір меценат қаржы бөлген. Осылайша әдеби байқау жүзеге аса бастады. Надо сказать, что Бізде спорт саласында, кино, музыка саласында өзін әлемге мойындатқан тұлғалар, туындылар бар. Театр, поэзияда даму үстінде. Ал көркем әдебиетте әсіресе роман жазуға келгенде кенже қалып барамыз. Біздің меценат KZ әдеби байқауы ұлттық әдебиетті дамыту арқылы рухани құндылықтарды көтеруге үлес қосатын әлеуметтік жоба. Дәл қазіргі уақытта халыққа адамгершілік, еңбекқорлық, отансүйгіштік қасиеттерді сіңіретін сапалы да қызықты туындылар, роман жазылу қажет.
Қазіргі Қазақстан туралы үздік роман авторларына арналған Меценат КЗ әдеби байқауы соңғы 120 жылдағы тарихи тұлғалар туралы тәуелсіздік жылдарындағы біздің өміріміз жайлы романдардың көптеп жазылуын көздейді. Бірінші кезеңде оқырманның дауыс беру нәтижесінде 67 романның ішінен Күлпет романы үздік деп танылды. Авторы жазушы публицист Шархан Қазығұлға өмір бойы ай сайын берілетін сыйақы тағайындалды. Күлпет романына әдеби орта, жаңа типтегі роман, жазу стилі ерекше, тілі шұрайлы, қазақ прозасындағы жаңа бетті ашқан жаңалық деп баға берді. Романда кезінде Ауғанстан арқылы Америкаға өтіп кеткен Әбужан Раис туралы араға 30 жыл салып, кіндік қаны тамған аралға оралуы, оның өткенді еске алып, іштегі ой арпалысы баяндалады. Мен бұл Күлпет романында негізінен адамзаттың алдында тұрған мәңгілік сұрақтарға жауап іздеп, сол жолда қазақ халқының өзінің идентификациясын қалай сақтап қалуы, біз мынау әр алуан әлемде өзіміздің орнымызды қалай табамыз, содан кейін мынау жалпы туған жердің гравитациясы, туған жердің жаңағы жалпы кез келген адамды өзіне тартып тұратын үлкен ұлы қасиетін, соның барлығын осы романымда жаңағы образдар арқылы көрсеткім келді. Күлпет романы баспадан 5000 дана кітап болып шығарылып, оқырманға ұсынылды. Алматыдағы ұлттық кітапханада кітаптың тұсаукесері өтіп, зиялы қауым бағасын берді. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен Меценат КЗ әдеби байқауының тұңғыш жеңімпазы Шархан Қазығұл Семей, Өскемен, Ақтөбедегі облыстық кітапханаларында оқырманмен кездесті. Сонымен қатар, еліміздегі бірнеше әдеби клуб, кітапқұмарлар клубының мүшелері де Күлпет романын аса қызығушылықпен талқыға салды. Бүгінде Меценат КЗ әдеби байқауы еліміздегі шығармашылық ортаны елеңдетіп қана қоймай, шетелде тұратын қандастарымызды да қызықтырып отыр. Сондықтан биыл Қазақстан азаматтарымен қатар әлемнің әр түкпіріндегі қандас жазушылардың да қатысуына жол ашылды. Биылғы кезеңде 58 роман жүктелген. Көркемдік жағынан 6 роман іріктеліп, оқырманның дауыс беруіне ұсынылды. Меценат КЗ осы өткен жылы бір романға, Шархан Қазығұловтың бір романына бәйге беріп, оған өмір бойы $500 айлық белгіледі. Бұл Қазақстан тарихында жалпы бизнес өкілдерінің бірінші рет әдебиетке жасаған бір үлкен қамқорлығы тәрізді көрінеді тұрады. Өмір бойы айлыққа қою деген жаңадан басталған дәстүрдің өзі қазір шынын айтқанда кітап сүйер қауымның бәрінің құлағына шалынды. Өте беделге ие болды. Ендеше осы бастама өзге басқа қалталы кәсіпкерлердің құлағына ілінуге тиіс. Олар да бетін мәдениетке бұруға тиіс. Сөйтіп, кітаптың құнын көтеруге өз үлестерін қосуға тиіс деп білемін. Осы бәйгеге ілінген жазушылардың бағы бар деп айтамын. Неге? Өйткені өмір бойы айлық алып отыру ол жазушылардың баяғы заманда есінен шығып кеткен бір байлығы еді. Ендігі жерде бұндай дәстүр жалғаса беретін болса, әдебиетке, романға жазушылардың ең алдымен өздерінің құрметі артады, содан кейін оқырмандардың да беті бері бұрылады деп ойлаймын. Дауыс беруде қандай да бір құйтырқы әрекеттерді болдырмау үшін ұйымдастырушылар екінші кезеңде тек қазақстандық ұялы телефон нөмір арқылы тіркеліп, оқылған роман туралы өз пікірін қалдыру талабын қосты. Бұл пікірлер модератордың тексеруінен өтеді. Мағынасыз немесе ар-намысқа тиетіндей болса, дауыс ретінде есептелмейді. Жоба авторының айтуынша, бұл жалған дауыс жинау сияқты келеңсіздіктің алдын алуға ықпал еткен. Было огромное недоверие
к сожалению. меценат KZ әдеби байқауын алғаш кәсіби жазушылар аса мойындай қойған жоқ. Сондықтан да біз дауыс беру тәртібін әдейі қиындаттық. Өйткені біз былтырғы дауыс беру кезеңінде кейбір авторлардың хакерлік әрекеттер қолданып, дауыс жинау фактілерін байқадық. Сондықтан әр дауыс берген телефон нөмірге хабарласып, оның рас өтірігін анықтап шықтық. Бұл жөнінде видео дәлелдеріміз бар. Биыл да солай тексерілді. Осылай ғана біз әділетті түрде жеңімпазды анықтай аламыз. Қазақ көркем әдебиетін дамыту үшін, жаңа романдардың жазылуы үшін жазушыға анта керек. Ол әлеуметтік, қаржылай көмек түрінде болуы қажет дейді жазушы драматург Тулат Исабеков. Өмір бойы $5 беріп отырса, және ол қашанға шейін созылады. Енді оны өздері білер. Бірақ әйтеуір осыған роман жазуға талпындыру үшін осындай үлкен бір іс-шараны қолға алғандарын мен құптаймын. Сол еңбектері нәтижелі болсын, қазақ әдебиетіне жақсы романдар келіп қосылсын. Меценат KZ әдеби байқауының осы жылғы кезеңі де өз мәресіне жетті. Бәйгеде 58 роман бақ сынады. Олардың арасынан үздік деп танылған 6 шығарма оқырманның дауыс беруі арқылы өз арасынға түсті. Байқау нәтижесіне сәйкес, биыл Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты жазушы Тұрысбек Сәукетаевтың «Өлгендер қайтып келеді» романы үздік деп танылды. Оқырманға көптен таныс, жылы қабылдаған шығармам бар. Ол «Мен жындымын» деген роман. Сол романның бұл екінші жалғасы. Менің жазған шығармамның жанры ерекше, басқаша. Менікі роман фентези деп аталады. Өйткені роман фентези қазақ әдебиетінде әлі қалыптасып үлгермеген жаңа жанр. Шығарманың аты «Өлгендер қайтып келеді». Біздің түсінігімізде өлген адам қайтып келмейді, ал менің шығармамда өлген адам қайтып келеді. Сондықтан да бұл фентези жанрында жазылған шығарма.